Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз, сүтсіз және сары майсыз миксердің көмегінсіз дайындалатын 5 минутта оп-оңай пирог дайындайтын боламыз. Небәрі үйдегі бар заттармен, яғни қолжетімді заттармен дайындалады. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға шекерімізді салып, ыстық суымызды құйып, сұйық майымызды да құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Яғни шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Ыстық су құйғандарыңыз жөн, немесе жылы су құйсаңыздар да болады. Енді бөлек суға бір қасық кофемізді салып жақсылап араластырамыз да, одан кейін ұн, какао, қопсытқыштарымыздың барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы сұйықтығымыздың үстіне какаомызды салып, одан кейін ұнымызды екіге бөліп, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнның бәрі еріп, яғни түйіршіктер қалмау керек. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырсаңыздар, қоймалжың әдемі қаймақ тәріздес тесто шығатын болады. Небәрі 5 минутта дайындалады. Және де жасалу жолы да өте оңай. Арасы шикі болмай, дәмі де жақсы шаймен ішкенге, сондықтан да қорықпай міндетті түрде жасап көре берсеңіздер болады. Қараңыздар, осындай қоймалжың әдемі тесто шығады. Енді қызып тұрған пеште 200 немесе 180 градуста пештеріңізге қарай өздеріңіз пісіріп ала берсеңіздер болады. Шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Ортасының піскен-піспегенін мен 20 минутта пісірдім. Арнайы осындай кольцода пісірсеңіздер болады. 24 сантиметрлік формада пісіріп алдым. Енді қараңыздар, ортасы қалай биік болып көтеріліп шықты. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушан басып қойды ұмытпаңыздар. Парақшамда басқа да рецепттер бар. Ас болсын.